Ташкенттен оралдық. Бір апта әлем чемпионатын көрдік. Құдайға шүкір, 5 жігітіміз Санжар Тәшкенбай, Сабырхан Махмұд, Асланбек Шымбергенов, Нұрбек Оралбай әлем чемпион атанып, Дулат Бекбауов күміспен күптеліп, төрткүл дүниенің алдында абыройымыз көтеріліп қайттық. Ташкент Астана бағытындағы ұшаққа мініп, орныма жайғасқаным сол еді, жаныма келіп Санжар Тәшкенбай жайғасты. Содан Астанаға жеткенше біраз әңгімелестік. Астанадағы Жамбыл Жабаев атындағы нөмірі 4-ші мектеп гимназияда оқыған Санжар 17 жасында бокстан Азия және әлем чемпионы болған. 18 жасында ересектер арасындағы Азия чемпионы атанды. Әңгіме барысында бір әттеген айы бар екенінде айтып қалды. Мен бір сөзімде қайда оқисың деп қалдым. Ол болса ешқайда оқымаймын. 2021 жылы Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіне грантқа оқуға түскен едім. Оқытушы жаттықтырушы мамандығына. Бірақ оқуым ұзаққа бармады. Бірінші курстың ортасынан бастап стипендиямды алып тастады. Одан кейін сабаққа белсенді қатыспағаным және жазғы практикаға қатыспағаным үшін оқудан шығып қалдым. Ақыл оқуға ауысайын десем қаражат жетіспейді. Үйде менен басқа 5 бала бар. Әкем қарапайым таксист, анам үй шаруашылығынан босамайды. Бұл кездері мен жастар арасындағы Азия және әлем чемпионатына қызу дайындық жүргізіп жүргем. Тынымсыз жаттығуларымның арқасында 2 жарыста да чемпион болдым. Ал 2022 жылы ересектер арасындағы чемпионатта чемпион атандым. Бірақ оқуымнан шығып қалдым. Соған өкінем, аға деп көңілінде жүрген бір кірбіңін білдірді. Енді не істейсің десем, Көкшетаудағы педагогика институтына баратын шығарым. Спорт өмір бойы серік болмайды ғой деп отыр кеше ғана әлемді мойындатқан Санжар чемпион. Санжар, бұл жағдайда жүрегіңе жақын алма, бір жөні болар. Сен енді осы күздегі Азия ойындары мен алдағы жылы Парижде өтетін Олимпиада ойындарын ойла дедім. Өзімше тілеуқор көңілмен алтын медалін алақанда ұстап отырған, қазақтың абыройын аспандатқан Тәшкенбайға, оқығысы келетін балаға қарап ойланып қалдым.